достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Ақбота. Бүгін үйде карантин уақытында жалып отырған шығарсыздар. Бірақ та үйде отыру қазіргі таңда адамдар үшін өте маңызды. Себебін өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Қазіргі таңның дербес мәселесі бар әлемді дүр сілкіндірген коронавирус індеті. Бүгінгі видео осы індет жайлы болмақ. Осы видеода коронавирус неден пайда болды? Коронавирус індеті Қазақстанда. Коронавирус індеті әлемнің қай тұсында бар? Коронавирустың алдын алу, аурудың алғашқы белгілері жайында айтатын болам. Ендеше мен коронавирустың пайда болуынан бастайын. Құс тұмауы кезінде штамм үй құсының ағзасына түскен. Олардың иммунитеті жоқ болғандықтан тез өледі. Алайда ауру құстың етін жеу арқылы вирус адам ағзасына еніп, кейін дамып, адам өліміне әкелетін вирусқа айналған. Бұл вирус әлемнің бар тұсына тарады деуге болады. Қытайдан бастап ақш, Германия, Италия, Испания, Оңтүстік Корея, тіпті Қазақстанға да жетті. Аурудың алғашқы белгілері: бас ауруы, мұрын бітелуі, кеуденің шаншып ауруы, жөтел, дененің қалтырауы және температура. Қазақстанда бұл вируспен ауырғандар күннен күнге көбеюде. Бірақ бұл дерттен айыққандар да жетерлік. Өкінішке орай көз жұмғандар да бар. Аурудың алдын алу: қолды үнемі сабынмен жуыңыз. Далаға шықпаңыз. Жұмыс барысымен немесе дүкенге далаға шыққан кезде міндетті түрде антисептикпен қолды тазалап, маска тағыңыз. Үйде антисептик қолданбаңыз. Үйде тек қолды сабынмен жуыңыз. Коронавирустың сырты май сияқты, яғни майлы болып келеді екен. Май мен суды қанша араластырса да араласпайды. Ол екеуін тек сабын араластырады. Қолдарыңызды сол себептен сабынмен көп жуыңыздар. Коронавирустың тез кетуін Алла өзі нәсіп етсін. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар.